Құрметті әріптестер, бүгінгі біздің дәрісіміз мемлекет тілі география ғылымын терминдеру мәселесі бойынша болады. Енді қазіргі кездегі география мәселесіндегі терминдер, географиялық атаулар, топонимика мәселесі бойынша осындай ой қозғаймыз. Жалпы географиялық атауларды жинау, жүйелеу аясында және олардың этимологиясын анықтауда қазақ орыс тілдерінде жазылған табиғи нысандар мен елді мекен атауларының тізбелері бар арнаулы топонимик сөздіктер қазіргі таңда маңызды рөл атқарады. Қазақстанның аумағы өздеріңізге белгілі, кезінде өздеріңізге белгілі қандай болсын карта, географиялық карта, ол географиялық атауларсыз оларды көру мүмкін емес. Біздің география ғылымында географияның екіншілігі болып картасы болады, ал картадағы географиялық атаулар, ол атаулар біз география ғылымын біз елестету мүмкін емес. Енді Қазақстанның физикалық географиялық картасына қарайтын болсақ, Қазақстан аумағы жер 2,7 шаршы километр. Бұл жерде аумағының 1/1 бөлігін Қазақстан 1/1 бөлігін таулар, жазықтар алып жатыр. Тек ортасының орталық бөлігінде үлкен сарыарқа таулар алып жатыр, ал қалған бөлігін Қазақстанның ойпаттар, жазықтар алып жатыр. Дегенмен осы бірнеше жылдық, мыңдаған жылдар, жүздеген мыңдар жылдар аралығында осы аумақ мекендеген тайпалар, халықтар атау берген. Сол атаулардың негізінде географиялық терминдер қалыптасты. Біздің кезінде кеңестік ғылымда Ғали Қоңқашбаев деген ағамыз жазады. Қазақтың көшпелі мал шаруашылығы дейді, дәстүрлі шаруашылығы. Осы географиялық атаулармен терминдердің қалыптасуына барынша ықпал етті. Оны шын мәнінде түсінуге болады. Өйткені көшпелі мал шаруашылығымен шұғылданған қазақтар әрқашанда жерді бедерінің пішіндерін, ойпаттарын, көлдерді, тауларды, өзендерді, бұлақтардың барлығын бір шаруашылық үшін игерген. Соның арқасында көптеген атаулар қалыптасты. Атаулар берген терминдер қалыптасты. Енді олардың барлығы біртіндеп қарап болсақ, ол 100 жылдық емес, әрине 500 жыл аралығында біртіндеп пайда болды да, тек ғылым сахарасында Қазан революциясынан кейін ғана пайда болды. Өздеріңізге белгілі, осыдан 100 жыл бұрын Қазан революциясынан кейінгі жылдарда мына терминдерді жүйелеу, жаңағы зерттеулер жүргізу географиялық, сонымен қатар терминдерді біріздендіру мәселелері қалыптаса бастады. Біздің Қазақстанда алғаш рет географиялық терминдер жөніндегі сөздік 1927 жылы тұңғыш рет басылып шыққан Қаратышқановтың терминология сөздігінде 550-ден астам география және әлеуметтік экономикалық терминдер қазақша баламалар бекітілді. 1931 жылы жарық көрген атаулар сөздігінде тіпті 400-ден астам әмбебап терминдерге қазақша баламалар берілген. Енді Қазақстанда Отан соғысы жылдардан кейін, соғыстан кейін жылдар Қазақстанда топонимика ғылымы біршама дами бастады. Сол уақытта алғашқы болып Қазақстан тұңғыш шыққан географияның кандидаты Ғали Қоңқашбаев алғаш рет 1949 жылы Қазақтың халықты географиялық терминдер атты кандидаттық диссертациясын қорғады. Соның негізінде Қазақстан аумағындағы әрбір региондардың, батыс Қазақстан, шығыс Қазақстан, оңтүстік Қазақстан өңірлердің, шығыс Қазақстан, оңтүстік Қазақстан, орталық Қазақстан, батыс Қазақстан бойынша, солтүстік Қазақстан өңірлері бойынша өзінің жинап терген әртүрлі еңбектер, кітаптар, ол кезде кітаптардың аз болды әрине. Солардың негізінде Ғали ағамыз 600-ге жуық халықты географиялық терминдерді жүйеледі. Бірақ олардың барлығында әрбір өңірлерде диалектілер әртүрлі. Бір жерде бір терминдер бір өңірде қолданылса, бір өңірлерде ол терминдер қолданылған жоқ. Кейін оның аясы кеңейе бастады. Қазіргі таңда бұл терминдердің саны одан сайын артты деуге болады. Өздеріңізге белгілі, топонимика ғылымының зерттеу нысаны ол әрине тарих, география, лингвистика, тарихи деректер болмай, тарихи мәліметтер болмай, тарихи карталар болмай,
біз топонимика ғылым зерттемейміз. Ал негізгі нысан ол географиялық атау. Қандай да болмасын географиялық атау, ол сол жердің көрінісін нақты сипаттайды. Мейлі ол жер бедері, мүмкін ландшафт болсын, тау, өзен, көл болмасын, оның өзі бір көрінісі бар. Соны біздің бабаларымыз, көшпелі қазақтар үнемі бір нақты атаулар беріп отырған мысалы. Қарауыл шоқы дейді, қара төбе дейді мысалы, Ақбет дейді мысалы. Соған негізделіп, тауларға негізделіп, жазықтарға негізделіп, өзендерге, көлдерге негізделіп, үнемі атаулар беріп отырған. Сол негізінде енді екінші бір нәрсесі топонимиканың негізгі бөлімі келсек, біз ономастика ғылымы бар. Ономастика ғылымымен тек лингвистер шұғылданады. Лингвистикасыз, тілсіз біз топонимика ғылымын дамыта алмаймыз. Яғни, сондықтан топонимика ғылымының негізінде біреуі көпір болып тұрған лингвистика, тарих және география үш ғылымның бір-бірімен тікелей байланыс нәтижесінде топонимика ғылымы қалыптасты. Енді әрине өздеріңіз білесіздер, бұл соғыстан кейін жылдары, өткен ғасырдың 40-50 жылдары Қоңқашбаев бастағанмен, ары қарай оны географтар дамыта алмады. Ары қарай біздің Абдрахман тағаларымыз, Жанұзақов, Едіге Қойшыбаев сияқты ағаларымыз, Керімбаев сияқты көптеген ғалымдарымыз, ғылым докторлары бұл мәселелер жөнінде көптеген ғылыми диссертациялар жазды, кандидат доктор диссертация қорғалды. Яғни бұлар осы 90-шы жылдардың 50 жылдардан бастап осы тәуелсіз елдің аралықта бірнеше мәрте ономастикалық жаңағы лингвистикалық тұрғыдан көптеген диссертациялар қорғалды. Кейінгі 90-шы жылдардың басында егемендік алғаннан кейін бастап Қазақстанда географиялық тұрғыдан топоним мәселелеріне көп мән берілді. Көптеген жұмыстар қорғалды. Оған әлі тоқталамыз. Енді өздері алдарында тұрған көзімді тоқтамасына болмайды. Біздің қазақ топонимикасының алғашқы пионері Ғали Қоңқашбаевты біз айтпай мүмкін емес. Ең бірінші сөздігі 21 жылы шықты, одан кейін екінші сөздігі 1963 жылы шықты. Бұл еңбектер әркімге де қолданыста бар. Лингвистер тарапынан болсын, геологтар тарапынан болсын, тарихшылар тарапынан болсын да әрқашанда Ғали Қоңқашбаевты аттап кету мүмкін емес. Бұл кісінің салған дара жолын ізін біз ары қарай жалғастырып кетеміз. Енді қарап отырсаңдар, Қоңқашбаевтың жаңағы кітабы бар. Онда 60-ға жуық терминдер бар. Солар бұл кісілерді алфавит бойынша жасап шығарды. Бірақ бұл кісі жеке гидрониндер, айкориндер, драмониндер бұны классификациясын жасаған жоқ. Бұл еңбектерді мен қарап шықтым, орысшадан қазақ тіліне аудардым. Содан кейін әрбір атаулар терминдерді жүйелеп мен бөлдім. Орографиялық, географиялық, айкориндер, драмониндер, фикориндер, лимониндер, жайындер терминдер, метафоралық терминдер, сосын үнгі атаулар спилониндер деп, осылардың бәрінің пайыз түрде мен оларды көрсеттім. Яғни қазіргі кезде регион Қазақстанның әрбір региондар бойынша осындай жұмыстар қорғалып жатыр. Ең алғашқы жұмыс, тәуелсіздік алғаннан кейін алғашқы жұмыс 98 жылы Күләш Қайымбердиева еңбегінде қорғалды. Одан кейін 2002 жылы Аяқбекова Әлия Ескербесқызы, Омарбекова Айманның 2002 жылы қорғалды диссертациясы. Сөйтіп 2004 жылдары Маканова, Қуат Сапар, басқа да ғалымдардың еңбектерінде соңғы рет осы алғаш рет PhD доктор диссертациялық жұмыс 2017 жылы Егінбаеваның Сарыарқа топонимикасы бойынша қорғалған жұмыс. Соның негізінде Сарыарқа топонимикасы деген кітап жарыққа шықты. Бұл кісінің осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда енді қарап отырсақ, біз географияда орографиялық терминдерден бастаймыз. Топоним құрамында қазақша орографиялық терминдер. Оның ішінде жазықтар, төбелер, таулар, оның ішінде біз жазықтар бөлеміз, аккумуляция жазықтар, оның ішінде барлық терминдер көрсетіледі, қатысты терминдердің. Сосын денудациялық, оның ішінде құрылымдық және мүсіндік оған жазатын терминдер, тектоникалық терминдердің атаулары бар көрсетілген. Денудациялық, эрозиялық, аласатаулар негіздейтін
орографиялық терминдер және орташа осындай біз көрсеттік. Сонымен қатар орографиялық жер бедерлерінде қазіргі таңда Қазақстан аумағындағы ең көп терминдер орографиялық жер бедерін көтеріңкі бөлігі, жер бетінің көтеріңкі бөлігі көрсететін, ол үшін аңғар, шат, шоқыр, шошақ, тау кете береді. Одан жер бетінің төмен жатқан бөлігі. Айрық, етек, жарық, жыра, қобы дейтін осындай терминдер топтамасы олар жер бетінің төмен жатқан бөлігін көрсетеді. Одан кейін жер бетінің бейтарап бөлігін көрсетеді. Алап, алқап, ашық, байтақ, дала, жазық, жер, құм осылар кете береді. Сол сияқты қазақтың географиялық терминдер құрамында көптеген метафоралық, яғни адамның жануар денесінің мүшесіне негіздеп жасалған терминдер. Айдар дейді, ауыз дейді, алқын дейді, арқа дейді, аяқ, бас, балтыр дейді, бауыр дейді. Мысалы, мал бауырда жатыр дейді, мал ашып жатыр дейді, сол сияқты. Жамбас дейді, жауыр дейді, маңдай дейді, тұмсық дейді, мұрын дейді. Осы өзінде метафоралық терминдер қазақтың әр регионында көптеп кездеседі. Мен өзім осы Қазақстанның Павлодар облысының Шығыс Қазақстанның барлық терминдерін бір жүйелеп осылай бөліп қарап отырсам көптеген, мысалы бір ғана метафоралық атаулардың өзінде, мысалы Шығыс Қазақстан облысында 40-қа жуық осындай атаулар бар екен, терминдер бар екен. Енді Қазақстандағы жаңағы халықтық географиялық құрамында, терминдер құрамында, гидронимдер құрамында, гидронимдер ерекше орын алады. Гидронимдер құрамында енді индикатор терминдер бар, ол үшін өзен аттары біледі, біз оны патомонимдер дейміз. Одан кейін патомонимдер, одан кейін оның ішінде индикатор терминдер, айрық, ақсу, ағын, ащы су, бақанат дейді, құйға дейді, мұқыр дейді, тұщы су, тұйық су, тентек су дейді, жылдамдығына байланысты жаңағы сарқырама дейді. Осы атаулар бұл жаңағы патомонимдер, өзен атаулары. Сонымен қатар көл аттар бар, лимнонимдер дейді. Ащы, балқаш, батпақ, бидайық дейді, мейір, сор, тұмар, тұз, шұқыр, бұлардың барлығы көл атауларын негіздейтін терминдер. Сонымен қатар микрогидронимдер дейді. Бұлар ұсақ табиғи гидронимдердің сандары, оның ішінде табиғи бөлінеді және антропогендік. Табиғи деген жаңағы табиғатта өзі табиғи жолдармен шығып жатқан жаңағы жер бетінде арасан, бұлақ, бастау, көз, қайнар, жырға, тамшы дейді, тұла, үйірім, шүмек дейді. Осындай атаулар. Және адамның әрекетінен, антропогендік әрекетті бейнелейтін нысандар. Апан, арық, бөген, еспек, канал дейді, кемежай дейді, күп дейді, қауға дейді, құдық дейді, суат, сайыс дейді. Осылардың барлығы шыңырау дейді. Бұның барлығы адамның әрекетінен, яғни антропогендік әрекетті бейнелейтін гидронимдік су нысандар, микрогидронимдер. Одан кейін гидронимдік терминдердің құрамында да метафоралар келсе, оның ішінде ауыз, аяқ, бас, ерін, қолтық, көз, кіндік деген осындай атауларда біз үнемі кездестіреміз. Келесі кезеңге біз географтар тарапынан климат жағдайларымен гидрометеорологиялық факторларды сипаттайтын топонимді тоқталатын болсақ, оның ішінде климаттың қолайлы жағдайлары, климаттың қолайсыз жағдайлары, апат жағдайларда, одан жер атаулары, сосын табиғат жағдайларында жаңағы, яғни анимонимдер деген жер атаулары, метеонимдер деген табиғат құбылыстарын елестейтін атаулар бар. Мысалы, климаттың қолайлы жағдайлары дейді, жылы көл дейді, жылы бұлақ дейді, жылы адыр дейді, жылы сай дейді. Бұл жерде климаттың қолайсыз жағдайларын көрсетеді мысалы. Суықшақ дейді мысалы, желді адар дейді, сондай атаулар мысалы. Анимонимдер жер атаулары мысалы, батыс жерлер, желса, желкіндік, желтау дейді мысалы. Желқара, қағыл, өкпек, сайқар, ұйтқыма дейді. Енді метеонимдардың аттары қар көлеңі, алақар, қара мұздақ, қату дейді, қырауыл дейді. Осы өзінде жаңа климаттық жағдайлармен гидрометеорологиялық факторлар сипаттайтын терминдерді атауларын терминдер кездесу болады. Енді қазақтың көшпелі қазақ өмірінде жайылымдар өте маңызды рөл атқарған. Жайылымдық терминдердің құрамында көптеген өсімдік атаулары да бар. Өйткені өсімдіксіз жайылым атаулары мүмкін емес көзге елестету. Сондықтан жайылымдық терминдердің құрамында көптеген түсіне байланысты, литологиясына байланысты, жер бедерін сипаттайтын, климатын анықтайтын, ылғалдылығы бойынша, өсімдігі бойынша, пайдалану ерекшелігі бойынша біз жіктеп көрсеттік. Мысалы, түсіне байланысты боз, қоңыр, шуа дейді мысалы.
экологиясы байланысты ашық, құм, сор, тақыр, жер бедерін сипаттайтындары бауыр, жарық, қабақ дейді, климатқа байланысты күнгей, керқара, тағыл, қараш, теріскей дейді, ғалжық, бидай, қақ, қопа, саз, томар дейді мысалы. Сол сияқты өсімдікке байланысты қамыс, соны, тал, тоғай, жілік, өртен дейді. Пайдалары бойынша алаң, жайлау, күзде, көкте, қорық, мая дейді. Осы атаулар терминдер жайылды. Кейін орналады. Өйткені қазақтың жері үлкен, қазақтың өткен тарихын талсақ, бұл қазақтың тарихында дәстүрлі шаруашылық маңызды рөл атқарған. Оның ішінде жаңағы шаруашылықтың түрлері жаңағы түйе, қой, ірі қара, жылқы бағу, яғни осының барлығы Қазақстанның үлкен ең үлкен жерінде бір жерге маусымдық ерекшеліктерге байланысты жайлаудан қыстауға, қыстаудан көктемге, солай көктемден жайлауға, күзеуге осылай көшіп отырған соның нәтижесінде бұл атаулар терминдер пайда болған. Бұл бірнеше жылдық тәжірибе ғой. Тәжірибенің арқасында қазақтар әрқашанда жер бетін жаңағы жайылымдар болсын, суаттар болсын, көлдер болсын, бәрін байламаған. Үнемі экологиялық тұрғыдан қарап, бір жерден бір жерге көшіп отырған. Соның арқасында осындай жердің тозуда, жайылымның тозуда, өзен көлдердің су байланудан үнемі сақтап, реттеп отырған. Енді қазіргі кезде мен айтып отырайын сіздерге, біздің Қоңқашбаевтан кейінгі жылдары 1966 жылы Қазақстанда тұңғыш рет Әубәкіров, Абдрахманов пен Бадырбаевтардың 25 терминдік қамтитын орысша қазақша түсіндірілген сөздік шыққан еді. Бұл сөздіктерде қаншама физикалық география және экономик география, экологиялық терминдер негізетін көптеген терминдерді көп осы күнге дейін пайдаланып келдік. Енді өздері білесіздер, 90 жылдың басында еліміз егемендік алды. Егемендікке бірге біздің тілімізді тіл туралы заң қабылданды Қазақстанның, екі рет қабылданды. Сол уақытта Қазақстандағы терминдерді бірізділікке келтіру, оңтайландыру, жүйелеу мәселелері кең өріс алды. Ол бәрі өзімізге қажет, қоғамға қажет болды. Әрбір ғылымның әрбір салалары бойынша терминдер қажет болды. Терминдерсіз қандай болсын ғылым саласын оқыту мүмкін емес. Сондықтан география саласының өзінде бір ерекшелік бар. География саласы қай жерін алсақ та жаралыстар ғылымдар ішінде үлкен бір маңызды орын алады. Оның ішінде жаңағы гидрологиялық терминдер кетеді, географиялық терминдер кетеді. Оның ішінде жаңағы су шаруашылығында осының бәрі бірігіп біз географиялық терминдер құрамына кіргіземіз. Енді 1998 жылдары Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен 2000 жылға кезеңге дейін қысқа мерзімді тілдерді қолдану дамытудың мемлекеттік бағдарламасы бекітілген өңірлерде. Бұл бағдарламада республика бойынша қазақ терминологиялық жетілдіру тұжырымдамасының жобасын әзірлеу, қазақ терминологиялық тұжырымдамасының жобасын әзірлеу сияқты көптеген терминологиялық сөздіктер жасау, оларды басып шығару қажеттілігі атап өтілді. Енді соның негізінде Қазақстанның табиғи шаруашылығы, әлеуметтік экономикалық жүйелерін бейнелейтін жергілікті халықтың географиялық терминдерін қазақша орысша түсіндіру сөздігі 2003-2005 жылдары арналған ғылыми жұмыстар география институтында орындалды. Яғни бұл бағдарламаларда 2001-2010 жылдары арналған мемлекеттік бағдарламада тілдерді қолдану дамытудың бағдарламасы бекітілген бізге белгілі. Сол бұл бағдарламада да ғылым алдында ғылыми негізде терминдер жасау процестердің және терминологиялық іс-әрекеттердің негізі болатын қағидаларды реттеу мен жетілдіру міндеттері қойылды. Бұл әрине көптеген ғылым салаларына ықпал етті. Олардың бір күш болды. Соның арқасында әрбір сала өкілдері, президенттік институттары қолға алып, бірігіп осындай терминдерді жүзеге асыру үшін жұмыстар жүргізілді. Қазақстанда осы бізде географиядағы ең басты мәселелер бұл географиялардың терминологиясында геоморфология, метеорология, гидрология, ландшафттану, гляциология, яғни мұзтану, селтану, геология, тоң тану, геодезия, экономикалық әлеуметтік география. Онымен қатар
жаңағы байланысып жатқан ботаника, зоология сияқты топырақтану, геологияда бұл да география салалық терминологиялық жаңағы терминологиясында бірізділікке келтіріп жарыққа көрді. Бұл сөздіктердің барлығы, яғни кеңестік жүйеде қалыптасқан терминдер негізінде жасалды. Бұл енді география институтының ғалымдары, ол ішінде география институтының директоры Ахметолла Медеу, академик, Исламқұл Абдрахман, Қыратбай Базарбаев сынды осындай ғалымдар сонау өткен ғасырдың 60-шы жылдардан бастап осы күнге дейін, әлі күнге дейін осы мәселелермен шұғылданып келеді. Бұл мәселелерді оңтайлы жүзеге асырып кетіп айтуға болады. Өйткені ол терминдердің саны алғаш шыққан кітап 66 жылы шыққан география ғылымдарының терминологиялық сөздігі 2500 атау болса, қазіргі таңдағы географиялық салалық орысша қазақша географиялық терминдердің сөздігінде қазіргі таңда бұл кітапта бетін шықты 2001 жылы соңғы рет екінші рет шығарылды, жүйеге келтірілді. Бұнда 14 мыңға астам географиялық терминдер мен сөз тіркестері бар. Бұлар қазіргі таңда үлкен қолданысқа ие. География саласына кіретін жаңағы айтқан географияның гидрология, ландшафттану, бүкіл физикалық география, экономика география саласында қызмет жүрген ғалымдардың барлығы, сонымен қатар экологтар да, жаңағы топырақтанушылар да, геологтар да барлығы осы сөздікке негізделеді. Осы сөздік негізінде жұмыстар жүргізіп жатыр, аудармасын қарайды. Бұл салалық география пәні бойынша салалық терминдік сөздіктің маңыздылығы жоғары, күннен артып келеді. Яғни қазіргі таңда осы ең басты нәрсе біз Қазақстандағы бүкіл географиялық атауларды біріздікке келтіруіміз керек. Сол терминдер қайда шығады? Терминдер ол географиялық атаулардың ішінде құрамынан алынады. Өйткені Қазақстандағы қазіргі таңда 85 мың біз география институтының ғалымдары Қазақстан бойынша бүкіл географиялық атаулардың каталогын шығарды. География атаулардың каталогын осы 2004 жылдан бастап 2010 жылдар аралығында осы Қазақстанның 14 облысынан алған география атаулардың каталогы, мемлекеттік каталогы орысша, қазақша екі тілде 14 облысқа шықты. Сол 14 облысқа шықты. Соның әр облыста, бір облыста, мысалы Шығыс Қазақстанда 20 мың атау болса, бір облыста 14 мың, бір облыста 10 мың, бір облыста 5 мың мысалы. Әр облыстың өзінің аумағына байланысты, территориясына байланысты, оның жер бедері ерекшеліктері байланысты география атаулар бар. Солардың бәрін жиынтық қосқанда Қазақстан бойынша 100 мыңдық масштаб топографиялық карта негізінде 85 мыңнан астам географиялық атаулары жүйеленген. Бірақ бұл атауларды масштаб 100 мыңдық. Соңғы рет 2016 жыл соңғы рет бұл кітапта қайтадан екінші рет шығарылды. Бұл қосылып, бірақ әрі масштабтан алынды. Масштабы 20 мыңдық, 25 мың масштабтағы топографиялық карталар. Сонда бұл атаулардың саны одан сайын еселеп кетті. Қазіргі таңда 85 мың емес, 100 мыңнан асып кетті осылардың саны. 120 мың, 130 мың болуы мүмкін. Өйткені масштабтағы карталардың саны әрленген сайын ол атаулар да көбейе береді. Өйткені осы атаулардың көбі жойылып кетті. Кезінде өткен ғасырдың 30 жылдары әрлендіру колхоздарды қосты, совхоздар пайда, колхоздар пайда болды. Қоныс атаулары, жайлау атаулары бұрынғы қазақтар тұрған солардың көп жойылып кетті картада. 42 жылға соғыс басталған жылдарда түсірген топографиялық карталарда бұл атаулардың көбі әлі күнге дейін бар. Олардың бәрі сақталған, қорлары бар. Яғни сондықтан біз географиялық атауларсыз біз терминдерді елестету мүмкін емес. Енді қазіргі таңда осы 14 мыңнан астам географиялық салалық терминдер бар болатын болса, енді ойлаймын олардың барлығының қазір болашақта әрбірінің анықтамалығы қысқаша болса да жарыққа шығып осындай үлкен бір география, үлкен бір қолданысқа ие болатынына мен кәміл сенемін. Енді қазіргі
қазіргі таңда осы топонимиканың енді терминдер жасауда топонимика ғылымының алатын орны ерекше. Өйткені топонимика ғылымы сіз терминологияда, географияда елестету мүмкін емес, картада елестету мүмкін емес. Сондықтан біз өзіміздің қазіргі ұсыныстарымыз бар. Енді қазақ топонимиканы қазір қолданып зерттеу мәселелері келетін болса, оның ішінде географиялық ақпарат, негізінде этимология, семантикалық анықтау, семантикасын этимологиясын анықтау, негізінде номинация негіздерін зерттеу, топонимиканың топонимдердің ландшафттық шоғырларын анықтау, бұның яғни жалпы зерттеу проблемасын естен. Топонимдердің геологиялық тұрғыда зерттеу мәселелері, топонимдердің трансшекаралық унификациясының қатысты мәселелер, жергілікті географиялық терминал негізінде қалыптасқан микротопонимдерді арнайы зерттеу, яғни аймақтық топонимика жүйелерін заңдылықтарын зерттеу болып табылады. Бұл негізінде біз білеміз, қазіргі стандарттар мәселелері бар, қалпына келтіру, жүйеге келтіру, жоғалып жатқандарды біріздікке келтіру мәселелері ол геологтардың басты мақсаты деп аталады. Енді қазіргі таңда елбасының 2017 жылы рухани жаңғыру туған жерге тағзым ету деген бағдарлама шықты. Сол бағдарлама үлкен ой салды. Көптеген топонимика зерттеу жүргізіліп жатыр. Әрбір облыс бойынша кітаптар шығарылып жатыр. Лингвистер тарапынан болсын, геологтар тарапынан болсын, тарихшылар тарапынан болсын, этнологтар тарапынан болса да топонимикалық сөздіктер, еңбектер шығып жатыр. Сонымен қатар қай облыстың болса да әкімшілік аумақтық картасын қарасақ та, физикалық, географиялық картасын қарасақ та атаулар өзгеріп жатыр жылдардағы. Бір ғана Павлодар облысында былтыр ғана Баянауыл ауданында осы қазан айында 4 елді мекен атауы бірден өзгертіліп кетті мысалы. Бұл да үлкен жақсы жаңалық, қазақшаланып, бұрынғы атаулар қалпына келтіру мәселелері, яғни сонымен қатар терминдер жүйелеу, ұмытып қалған терминдер мысалы. Мен қазіргі таңда көп терминдер қолданбайды, өйткені біздің бабаларымыз 100 жыл, 200 жыл бұрын қолданған терминдер қазір ұмытылып бара жатыр. Соларды біз ұмытылмас үшін өзіміздің зерттеу жұмыстарымызда қалпына келтіріп, оларды кітап бетінде, мақала бетінде жариялап, оларды халыққа кең көлемде танысу үшін, ойландыру үшін біз осылай іс-шаралар жүргізіп жатырмыз. Соның арқасында біраз еңбектер жасалды, бір еңбектер кітаптар жазылды, өзімізге белгілі кейінгі уақыттарда қазақтың облысының ономастика атауларын көрсеткіш табалып шықты, әрбір облысқа арналған. Жаңағы география атаулардың каталогы шықты. Сонымен қатар біршама өздері көріп отырғандай көптеген кітаптар жарыққа шығып жатыр. Бұл енді географтар тарапынан, ал лингвистер тарапынан да, тарихшылар тарапынан да кітаптар әрбір өңірдің шығып жатыр. Бұның барлығы қажет. Қазіргі таңда топонимика мәселе, географиядағы ең басты мәселе топонимика мәселелері. Оларды бір жүйеге келтіру, өзіміздің жоғалып кеткен атауларымызды қалпына келтіру, оны қорғау, бірізділік келтіру, унификация жасау, негіздеу, оның қорын толықтыру, ұмытпаған ескі карталарды қарастыру, бәрі біздің басты міндетіміз. Солармен біз әлі жұмыс істеп жатырмыз. Болашақта осындай бір ұсынысымыз болса, Қазақстан Республикасы үкімет жанындағы, мәдениет министрлігі комитеті жанындағы осы ономастикалық және топономастикалық орталық ашылса, сол жерде бір бөлімдер болса, осы Астана қаласында, осы геологтар отыратын, тарихшылар отыратын, лингвистер отыратын, осындай үш саланы біріктіретін осындай бір орталық ашылса, соның негізінде геологтар тарапынан карталар жасалады, әрбір топонимикалық карта жасап отырмыз. Топонимикалық карталар атластарын бір жасап, олар шығарып, кітаптар шығарып, әр облыстың физикалық, географиялық атауларының, әкімшілік бірліктері мен физикалық географиялық атауларының көрсеткішін анықтамаларын жасау, бұл да үлкен маңызды мәселе. Осы біз 2007-2008 жылдары Павлодар облысы бойынша біз жасадық. Осындай әрбір облысқа жарыққа шықса, құптап Қазақстан государственный каталог географического названия Республики Казахстан дейді. Ну, солтүстік Қазақстан облысының том, екінші том дейді.
осындай 14 кітап шықты міне. 14 кітап шықты. Бұлар екі жерде 16 жылы басылып шықты. 2004-2010 жылдарда шыққан еді, кейін толықтырып қайтара шықты. Одан кейін русско-казахская слова географического термина, яғни қазақша, орысша географиялық сөздіктер, терминдер сөздігі. Бұл енді Абдрахман, Базарбаев, Медеу ағаларымыздың осы 2011 жылы географистің ғалымдары шығарды. Сол сияқты Қаймудинованың топонимика деген жеке еңбегі бар, кітабы бұл алғашқы қорғап диссертацияда, доктор кандидатская диссертациясын жүргізіп. Сол сияқты мен өзім Павлодар облысында қызмет еткен кезде біраз еңбектер шығардым. Әрбір аудандардың сөздіктері шығардық. Мысалы, бұл Успен ауданы, Ертіс ауданы, Павлодар облысындағы әрбір 12 ауданға бәрін осындай орысша, қазақша сөздіктер жасадық. Бұның арқасында атаулар жинақталды, атаулар бірге терминдер бірге жинақталды. Бұл үлкен маңызы бар. Сол сияқты сонымен тұрды Павлодар облысының тарихи топонимикасын құрастырдық кітабын әрбір кезең бойынша 17 ғасырдан бастап 18-19 ғасырдағы Павлодар облысының тарихи топонимикасы. Әрбір аудандар осы жер Лебяжі ауданы, Успен ауданы, Екібастұз ауданы бар, Ақсу қалалық әкімшілігі бар. Павлодар облысының Екібастұз қарасты аумақ орысша қазақша сөздік. Павлодар облысының Ақсу ауданы, Ақсу қалалық мәслихатына қарасты аумақтың орысша қазақша оқу басылымдары пайда біз жарыққа шығардық. Павлодар облысының ономастикалық атаулы көрсеткішін анықтамалы жарыққа шығардық 2008 жылы, 2009 жылы. Екібастұз өңір жер суаттары, Ертістің Ақкөл өңір жер суаттары деген жаңа еңбек жарыққа шықты. Сол сияқты топонимиканың геоэкологиялық бағытымен кандидат диссертация негізін жазылды. Павлодар облысында әкімшілік бірліктердің физикалық және атаулы көрсеткіш анықтамалығы. Топонимика региона как основа восстановления ландшафта развития Павлодар периодический кітап жарыққа шығарды. Шығыс Қазақстан өзен көлі атаулар деген топонимиканың геоэкологиялық негіздері осы Павлодар топонимикасы деген электрондық кітаптар жарыққа шығарды. Павлодар облысының топонимика кеңістігі екі жерден басылымда Павлодар топонимикасы деп қайтарып басылып шықты осы 2015 жылы. Топонимика өзен көлі атаулар бөлшілер бүкіл гидромиялық Шығыс Қазақстандағы терминдерін тоқталдық. Баян топонимикасы деген бір регион бойынша қанша мыңнан астам жер сатуларына топтастырылды. Сондықтан болашақта бұл мәселелердің бәрі қолға алынады. Біз осы рухани жаңғыру бойынша Лек Гумилев атындағы Евразиялық университетінің ұстаздарымен бірлесіп біз рухани жаңғыру бағдарламасы шеңбері аясында қазіргі таңда Ақмола облысының топонимика және киелі орындар деген кітап жазып отырмыз. Былтыр Шығыс Қазақстан облысының топонимикасы кітапты біз жарыққа шығардық. Осы әрбір Қазақстан облысы бойынша географиялық тұрғыдан осындай топонимикалық зерттеу жүргіземіз. Сонымен қатар халықты географиялық терминдерді бірге топонимиканы зерттеу барысында біз олардың реттеп, қолданысқа кіргізіп, болашақта оның аясын кеңейтеміз деп үміттеміз. Назар аударғандарыңызға алғысымды айтамын. Енді бұдан да басқа да кездесіп шығармыз енді. Көп рахмет сіздерге.